бұл жалпы әлемдік деңгейде кең тараған құбылыс қой. Мысалы, көрші Қытайларымызда өздерінің Сиан қаласындағы Циншихуан дейтін комплексін алайық. Солардан кем емес біздің ескерткіштер бар. Сол деңгейде біздегі көрсете аламыз. Тек қана туристер емес, енді басқадағы іскер адамдар да келеді, саясатпен шұғылданатын адамдар да келеді. Солардың барлығы, мысалы, мынау аэропорттан аттап келіп өзінің шаруасын бітіріп жатқанда бірінші барып осыны көруге тиіс. Осыны көргеннен кейін бүкіл Қазақстан туралы жалпы мағлұматты осы жерден алады.